Сәлеметсіздер, достар. Мен Алтыбаева Бибинур, Мырзақасым қызы, РМ клиникасына гинеколог-хирург. Бүгін біз дайректке келетін көп сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Жатыр миомасына байланысты. Сәлеметсіз ба? Бибинур Мырзақасымовна, бүгін жатыр миомасы туралы жиі қойылатын сұрақтарға жауап берсеңіз. Жатыр миомасын қалай анықтауға болады? Жатыр миомасы негізі золотой стандарт бойынша бірінші УЗИ болып анықталады. Ол УЗИ бізге 70-80% информация береді. УЗИден біз миоманың қанша мөлшерде екенін, қандай көлемі қандай екенін, қайда орналасқанын көруге мүмкіндік береді. Әрине кей кезде болады, ол жиі кездеспейді, МРТ-ға жүгінеміз. Өйткені ол МРТ-ға жүгінетін себебіміз, егер сұрақ тұрса, қандай жолмен біз миоманы алуымыз керек, қандай объем операция болу керек, соны шешу үшін МРТ-ға жіберетін күндерімізде болады. Сондықтан ойлаймын, золотой стандарт ол УЗИ. Жатыр миомасын операция істемей дәрімен қалай емдейді? Жатыр миомасын оның көлеміне байланысты. Егер ол кіші размерде болса, 2 см, 3 см болса, бақылауда болады. Яғни жылына 2 рет дәрігер көрініп, УЗИға түсіп тұру керек. Не үшін? Оны динамикада оның мөлшері өсіп жатыр ма, өсіп жатқан жоқ па, соны бақылау үшін. Және де клиникасы бар ма, симптомдар бар ма, жоқ па, соны білу үшін солай жасау керек. Оны ешқандай дәрімен, немесе қандай да гормондармен, витаминдермен емдеу мүмкін емес, тек қана бақылау керек. Жатыр миомасына қай кезде операция істеу керек? Жатыр миомасына барлық кезде операция жасаудың қажеті жоқ. Өзінің көрсеткіштері бар. Ол яғни бірінші қатты ауру сезімі, содан өмірдің сапасын төмендеуіне алып келуі мүмкін. Сондықтан ондай кезде жасаймыз. Одан бөлек, егер жатыр миомасының өлшемі 5-6 см-ден жоғары, немесе динамикада тез өсетін болса, яғни жылына 2 см-ден жоғары, көрші ағзаларды, органдарды, несеп ағар, қуық, ішектерді ығыстыратын болса, ол қай кезде ығыстырады? Егер үлкен мөлшерде өскендіктен қасындағы органдарды баса бастайды. Ол басқаннан кейін ол органдардың өз қызметін жоғалта бастайды. Сондай кезде жасаймыз операцияны. Одан бөлек, егер көп мөлшерде ұзақ уақыт қанды бөлінділер келіп жүргендіктен гемоглобин түсуі мүмкін. Ол гемоглобин түскеннен кейін пациенттің өміріне қауіп төнуі мүмкін. Сондай кезде де жасаймыз. Одан басқа, егер миоманың түрі субсирозды болса, нағыз субсирозы деп айтамыз, на ножке. Ол ножкасы қандай да бір себептерден физический нагрузка кезінде айналып кетуі мүмкін. Перекрут деп айтып жатамыз ғой. Ол перекрут болған екен, ол жер некроз болады да, қатты ауру сезімі болады. Ондай кезде күтпеу керек, әрине операция жасау керек. Одан басқа, егер ол миома жатырдың ішкі қабаты бар ғой, эндометрий қабатын деформацияға алып келсе, соның әсерінен симптомдар пайда бола бастаса, ондай кезде біз әрине операция жасауымыз керек. Ал егер миома ешқандай да сізді мазаламаса, ешқандай симптомдар болмаса, жаңағы жоғарыда айтып кеткен көрсеткіштер болмаса, онда оны тек бақылау керек. Алдын айтып кеткендей, жылына 2 рет дәрігерге көрініп, УЗИға түсу керек. Миоманы алып жатырды сақтауға болады ма? Бұл сұраққа 100% жауап беру қиын, себебі пациенттің репродуктивті жоспарына байланысты, яғни жасына байланысты, жатыр миомасының мөлшеріне, қай жерде орналасқанына байланысты шешіледі. Яғни сондықтан операция жасамас бұрын дәрігерге көрініп кеңес алу керек. Мысалға, мынандай болады, кезде пациент 50 жаста, ешқандай 50 жас болған сайын жүктілік жоспарлау ол кісіде жоқ. Бірақ миомасының размері 6 см. Яғни енді симптомдар басталады, яғни ол ауырсыну сезімі. Ондай кезде біз жатыр миомасы жатырмен бірге алған дұрыс деп шешеміз. Өйткені
жатыр өзінің функциясын уже орындады. Болашақта қайтадан миома қайталанбас үшін немесе тек миоманы алып қойып жатырды қалдырып кететін болсақ, қайтадан қайталануы мүмкін. Сондай болмас үшін біз жатырды миомамен бірге қосып алып тастаймыз. Ал болады кей кезде жас пациент, яғни 35 жаста, 30 жаста жүктілік жоспарлап жүр. Миомасы, в принципе, көлемі 4 сантиметр, 7 сантиметрда. Ондай кезде әрине лапароскопиялық жолмен тек миоманы алып жатырды қалдыруға әрекет жасаймыз. Осы сұрақты көп сұрайды, сондықтан егер сұрақтарыңыз болып жатса, комментарийға жазсаңыздар болады, немесе кеңеске келсеңіздер болады, өз қағазын алып, соған қарай уже жоспарлауға болады, ары қарай не істеу керек екен. Миоманы запасына операция қалай жасалынады? Операцияны алдына айтып кеткенде, бірінші лапароскопиялық жолмен жасауға тырысамыз. Неге тырысамыз деп айтып жатырмын? Өйткені ол миома өлшемі 7 сантиметр болуы мүмкін, немесе ол 7-8 айлық жүктілік сияқты болуы мүмкін. Яғни бүкіл ішті алып жатқан екен, ондай кезде әрине біз лапароскопический жолмен ала алмаймыз. Ол кезде лапаротомный, яғни кесіп жасалынады. Ал егер әйел жүктілік жоспарлап жатыр, немесе миоманың мөлшері кішкентай, ондай кезде лапароскопиялық жолмен жасаймыз. Лапароскопия ол әрине әрқашан бірінші орында тұрады. Операциядан кейін қай уақытта жүруге шығуға болады? Бұндай операциядан кейін егер лапароскопиялық жолмен болсын, лапаротомный жолмен болсын, біз әрқашан бірінші пациентті сол күні жүргізуге, активизировать етуге тырысамыз. Оны біз медбикелерге де айтып қоямыз. Неге? Өйткені операциядан кейін спайклер болуы мүмкін, немесе қалай айтсам болады екен, кейінгі пациентке психоэмоциональный давление болуы мүмкін. Сондықтан біз сол күні жүргізіп, уже пациент өзіне сенімді болады. Болды осы аурудан мен құтылдым, өзіне эмоциональный сенімді болады. Екіншіден тромб және басқа да спайклер болмас үшін сол күні жүргізуге тырысамыз. Болады кей кезде лапаротомный жасаған кезде, егер пациентта артық салмақ болса, немесе ауыр операция болған болса, үлкен спайклер болған болса, операция үлкен көлемде жасалған болса, ол кезде сол күн емес, ертесіне таңертең жүргізуге тырысамыз. Бұндай операциядан кейін жалпы 2-3 күн, кей кезде 4-5 күнге дейін жатады. Күнде динамикада бақылаймыз, жағдайын бақылаймыз, ауру сезімі бар ма, жоқ, басқа да шағымдар бар ма, жоқ па, соған қарай уже анық айта аламыз, осы күн шығарады. Бұл сұрақ әр пациентке индивидуально, сондықтан ол сұраққа толық жауап беру қиын. Миоманы алған соң қанша уақыттан кейін жүктілік жоспарлау керек? Миоманы алған соң, егер миома субсерозды болса, яғни толық субсерозды, ешқандай матканы, жатырды деформация жасалмаса, онда келесі ай, бір айдан кейін жоспарлай беруге болады. Өйткені ол жатырға ешқандай травма болған жоқ. Ал егер субсерозды, жатылы субсерозды, жатылы интрамуральды болса, яғни жартысы сыртына, 30% ішке кірген болса, ондай кезде айтамыз, 6 ай күтіңіз, 9 ай күтіңіз, немесе 1 жыл. Ол пациентке әртүрлі, индивидуально да тоже. Сондықтан ол сұраққа сіздерге әрқашан операция жасаған дәрігер жауап беру керек. Егер сіз жүктілікті жоспарлап жүрген болсаңыз, оны бірінші орында сұрау керек бұл сұрақты. Миома запасына қалай алдын алуға болады? Миоманы алдын алу бір арнайы схема жоқ оған. Ол әрине кез келген қыз келіншек жылына 2 рет дәрігерге көріну керек, өзек түсіп тұру керек. Егер гинекологиялық жағынан қандай шағымдар болса, дәрігерге көріну керек. Әрине витаминдер жеу керек, дұрыс тамақтану керек, қатты стрессовый
жағдайлар яғни аулақ болу керек деп ойлаймын. Өйткені ол да әсер етеді. Ол жалпы организмге әсер етеді. Су. Рахмет, сұрақтарға жауап алдық. Тағы бір айта кететін жағдай. Егер бізде клиникада негізі жатыр миомасына квотамен жасауға болады, операцияны ақылы түрде жасауға болады. Біздің клиникада ең жоғарғы жаңа инструменттер, аппараттар бар. Бізде жасаудың ерекшелігі именно осы миомаға байланысты. Бізде дәрігерлер миомаға баратын артерияны арнайы инструмент бар, клипсі деп айтамыз. Сол клипсімен артерияларды қысып қоямыз. Не үшін оны қысып қоямыз? Потому что сол арқылы жатырға баратын артерия қан бармағандықтан операция кезінде біз қан аз жоғалтамыз. Яғни үлкен миомалар болса, оны біз кесіп алғанша кей кезде әйелдер 200-ге дейін миллилитрге қан жоғалтуы мүмкін. Сондайдың алдын алу үшін біз сол клипсімен артерияны уақытша қысып қоямыз. Миоманы алып болған соң, тігіп болған соң, орнын ол клипсіді алып тастаймыз. И ары қарай уже операциямызды аяқтаймыз. Сол ерекшелікті айтып кетейін дегенмін. Ондай операцияны Шымкентте барлық жерде жасай бермейді. Сол, бірақ әрине қыз-келіншектер жылына 2 рет дәрігерге көрініп тұрыңыздар. Қандай да патология болса дәрігерге барыңыздар. Нәрсе мазаласа дәрігерге көріңіздер. Онлайн, через интернет ақпарат іздеудің қажет жоқ, екен көп ақпарат өзінің дәлелдік медицина бойынша нақты несі жоқ, жауабы жоқ. Оны тек дәрігер біледі. Жақсы, ауырмаңыздар, сау болыңыздар.